Осыдан 10 жыл бұрынғы оқиға. Оқиға емес, жай әңгіме. Әлі өзекті екен. Жалпы қазақ жалқау болып барады. Үлкен ағалар сіздерге дейін. Жастар да сондай енді, ағалар қайда, үлкендер білген, кішілер көрген дейді ғой. Осыдан 10 жыл тұрысында 2015 жылы банкке кірмейін ба, шаруам болып. Әлгі қағазбен өтіпті, телевизиядан өтіппен. Сөйтіп отыр едім, қасыма бір үлкен кісі келді, әкеміздей кісі екен. Қолында таяғы бар, аяғым жайлап, алшаң басып. Өтіппе балам дейді. Мәдам, өтіп. Берейін ба деймін ғой, өтіпімді берейін ба, кезегімді берейін ба десем. Жоқ, асып отқан жоқпын дейді. Қай ел боласың дейді. Байбақтымын дедім. Байбақты болсаң, жымпиттан боласың дейді. Мәдам, жымпиттан. Бәсе, байбақтылардың көбі жымпитта болды. Қай жылғысың дейді. Жылқымын дедім. Өзің бір қу бала болдың ғой. Мен сенің жылқыңды іздеп тауып алайын дейді. Сөйтіп 54-те жылқы дейді. 66-лар жылқы, 78-де жылқы, 90-дар жылқы дейді. Енді 90 дейін десем жас бала емессің дейді. 66 дейін десем жігіт ағасы емессің дейді. 78-дің ажақ бе жақсың ғой. Мен 78-дің. Ал енді өзің жылқайбуды біледі екенсің. Мен тауып алшы, мен ұлумын дейді. Мен айтам 76-лар олу, 64-тер олу, 52-лер олу. 76 дейін десем замандасым емессің. 64 дейін десем жігіт ағасы емессің. Үлкейіп қалыпсыз 52 оласыз десем, 52-мін дейді. Сөйтіп арада біраз уақыт өткеннен кейін теңгизге вақтыға бармайын ба. Вақтыда жұмыстан кейін кешкілікте комнатта бөлмеде жігіттер жиналып әңгіме айтып шай ішеміз ғой. Енді әр жерден келеді жігіттер. Сөйтіп әңгіме айтып отқанда арамыздан бір жігіт, мен үлкен енді, біраз үлкен. Әңгімең жақсы екен бауырым, қай жылғы боласың дейді. Жылқымын деп едім, жаңағы ақсақалға айтқан сияқты. Маған тақтай қылмашы, цифрмен айтшы дейді. Мен айтам, жылқайбуды үйренбейсіз бе, білмеймін жылқайбуды дейді. Мен айтам, аға сіз кәміл бір 69 или 68 жылғысыз, кәміл бір балаңыз үйленіп, немереңіз бар, болмаса қызыңыз тұрмысқа шығып, жиеніңіз бар. Үнебей осылай шопыр болып жүре білмейсіз. Күндердің күнде бір күні үйде отырасыз. Үйде отырған кезде немере жиендерге айтатын бір әңгімеңіз болу керек. Сол кезде не айтасыз десем, олар сені тыңдайын жатқан кіші, тыңдамайды кәгі балдар дейді. Мен айтам, тыңдата білсеңіз тыңдайды, тыңдамайды десеңіз тыңдамайды олар. Ол қазір балдар тыңдамайды осы енді. Цифрмен айт, маған цифрмен дейді. Ағалар, осы күні көп ағаларымыз бата бере алмайды, жыл қайра алмайды, қазаққа тиесілі өзіміздің ұлттық ұлағаттарын дұрыс ұғындыра алмайды жастарға. Айып етпеңдер ағалар сізге, барлығыңыз емес, енді сіздерге кішкене өкпе ренжім.